Түрлі түсті манты жасайтын боламыз. Түстері қанық және де әдемі көріністі береді. Ол үшін бізге қажетті жылы су қажет болады және суымыздың дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап бір араластырып аламыз. Дайын суымызды 3 ыдысқа бөлеміз. Көз мөлшерімен бөлеміз және де бізге бояғыштар қажет болады. Менде сары, жасыл, көк бояғыштар. Кез келген бояғыштарды пайдалансаңыздар болады. Бояуларымыз ерігенше бір араластырып шығамыз. Көз мөлшерімен ұнымызға осы дайын тұрған бояу суларымызды құямыз және де қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың түстері қанық және әдемі көріністе болады. Қамырымызды әдеттегі мантының қамырындай жұмсақ етіп илейміз. Дайын қамырларымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына кез келген өзіңізге ұнайтын салманы пайдалансаңыздар болады. Менде ет және картоп салмасы. Дайын қамырымызды алып, осылай жайып аламыз. Қамырларымыз жұмсақ әрі әдемі түске енген. Дайын қамырларымызды әдеттегі мантының түйуімен түйіп аламыз. Немесе мантыларыңызды өрсеңіздер де болады. Міне дәл осылай етіп түйеміз. Мантыларымыз дайын. Мантыларымызды мантываркаға қойып 45 минут пісіріп аламыз. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қазақ тілдегі аудиторияларымызды қолдайық. Міне дайын мантыларымыздың піскені дәл осылай қанық түсте шығады. Бұл біздің піскен мантыларымыз. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.